таңертең ерте тұрған еркектің бір ісі артық дейді ғой. Жұмысымызды, қызметіңізді неден бастаймыз? Таңғы 6-ға 10 минут қалған кезде. Жоқ, енді қағаздар болады ғой, мен қол қойып бәрін беріп жібердім. Енді бак, посетительдер келеді, кісілер келеді. Солармен сөйлесем, бағана бірнеше адам келіп кетті. Бірнеше адам қабылдап үлгердіңіз бе? Керемет. Енді 30 жылдан бері қызметтесіз ғой, қарап отырсақ, еңбек өтіліңіз сол 30 жылдан асқан шығар. Асып кетті ғой. Асып кетті, иә, тіпті 40 жыл деп айтсақ та жарасады. Алдымен сол еңбек жолыңыздың неден басталғанын әңгімелейікші аға. Ең бірінші мен кішкентай кезімде школда оқимын ғой. Каникулда енді атам мен апамның ақшасы жетпейді, өзіміз волокуша шөпті өйтіп бүйтіп, соның стройкада істедім 8 класста. Неде каникулдарда. Иә. Сонда ол стройкадан ол кездегі мен 200, 280, 300-ге дейін ақша алып келетінмін. Онда рубли. Сыныпта? Сыныпта, 3 айлық каникул стройкада. СДСУ 35 деген стройкада істедім. Сенен кейін өз киімімді өзім киіп, сатып алып, қыстық, жаздық киімдерді өзім алатынбыз, сол ақшаға үйге көмір, отын бәрін түсіріп қоятын қысқа. Ауыстыралық тимесін апа атама деп. Еңбек жолыңызды, яғни сіз 8-ші сыныптан бастап отырсыз. Сыныптан бастадым. Ең алғашқы алған жалақыңыз 200 сомнан басталды. 200 сомнан ал, енді кішкентай кезімде 5-6 класста ол волокуша тарттық, одан жасырақ кезім. Атпен онда 5 сом, 3 сом солай алатынбыз. Ал 8-ші сыныпта басталған жұмыс, ары қарай қандай қызметтерге ұласты? Ол ары қарай енді мектеп бітірдім. 1970 жылы сенен әскерге кеттік. Яғни сіздің еңбек жолыңыз балалық шақтан басталған екен ғой. Балалық шақтан. Жаңа әскерге кеттім деп айтып жатырсыз, сол әскердің алдында сіз Теміртау қаласында еңбек еткеніңіз бар екен. 70 жылы шақырды ғой, комсомольский путевкамен. Мен сонда сояққа барғанмын. Бір жыл сол жерде жұмыс істедік. Онда да Карагандинский металлургический комбинатта. Ол кезде ағаңыз Қарағандыда болатын? Теміртауда. Металлург болып еңбек етеді? Жоқ, онда ол первый секретарь горком комсомол болатын. Еңбек жолы. Ағаңызға барып, қасында бір жағы көмекші болу үшін де жүрген шығарсыз? Иә, болдым сөйлді енді. Ол кісі енді өзі ұқсап мені металлургический комбинатқа, Карагандинский металлургический комбинатқа жұмысқа алды. Емелші сол көмекші металлург боласың ба деді. Көрсетті, қорқып бармай қойдым өзім. Айттым, бұл жұмысты рахмет, өзіңіз істейсіз. Солда жетер бір істеген деп. Бір үйге бір металлург жетеді дедім. 71 жылы әскерден қайта оралдық. Шамалғанға келдік пе? Жоқ, Теміртауға келіп мен учеттан шықтым ғой, 70 жылы. Сенен кейін Шамалған келдім. Енді апам жалғыз болды ғой. Иә. Соның жанында болайын деп Шамалғанға қайтып келдім. 73 жылдан бірге жұмыс істедім мен. Сенен кейін 74 жылы Үштөбе қаласындағы жаңа Пермай деген совхозында ортаншы марқұм ағам тұратын. Сол жалғызым деген соның жанына бардым. Ол жерден енді көп жүрген жоқпын. 74 жылы 4 декабрьде осы әйелімді алып қайтып келдім Шамалғанға. Иә, әр жұмыстың дәмін татқан екенсіз. Жалпы сол әрбір қызметтің өзі кішкентайдан басталып, үлкен биіктікке ұласады ғой. Ұласып кетеді. Сенен кейін ол тағы 76-да ма? Совхоз Шамалған совхозына ең бірінші шофер болып көрдім. Сенен кейін механик болдым. Сенен кейін механиктан замдиректор болдым. Замдиректор болып істегеннен кейін Қаскелеңдегі хлеб заводқа замдиректор болып бардым. Одан кейін 1989 жылы бизнеске кеттім. Бизнесім мына Южный Казахстанскийдан бастадым. Шардара, Жетісайдан. Содан 89 жылдан бері бизнестесіз. Бизнестемін, иә. Бәрекелді. Қаншама жылдардың жемісі әлі де жалғасып жатыр.